бірақ отырып алып діни басқарма андай, имамдар мындай деп айтқан кезде керемет айтады. Ал енді мен өзім мынандай бір принцип бар ғой, бір нәрсені өзгерткім келсе, иди меняй деген сияқты. Осы уақытта исламтанушы теолог мамандардың рөлі өте осы жерде білінеді. ютубқа мысалы жалпы видеоға түсу бұл күнә деген сияқты келтіріп жоқ, айтып отыр ғой, век цифровизация дейміз ғой, олар да модернизировать етіп отырады былайша айтқан кезде. Мысалы бұрын шынымен де көп жігіттер суретке түспейтін, фотоға түспейтін. Мысалы кез келген жатағымнан қарап тұрсақ, өздерінің жамағаттарын санын толтырудағы бірден бір қолданатын тиімді әдісі исламдағы құндылықтарды жалау ету. Осы жақта жаңағыдай оптовиктер болса, мысалы жаңағыдай изначально сатып берген оптовиктер болатын болса, осындай келсең, кәсібіңді ашсаң, әжептәуір аяққа тұруына біз саған көмектесеміз деп көмегін ұсынады. Осы оқиғадан кейін сүлейменшілер туралы жиі айтылып кетті. Ақида мәселесінде, фих мәселесінде келіспейтін нәрселер бізбен өте көп. Оны да айта кету керек. Осы нәрсенің барлығын олар өте жақсы біледі негізі, бірақ сонда да жаңағыдай өздерінің бір тұтқан ұстаздарын, шейхтарын жоғары көтеріп, дәрежесін тіпті пайғамбар дәрежесіне көтеріп жібереді. Өте неприятный нәрсе, былайша айтқан кезде ол сол пансионаттың қабырғасында оқып жатқан шәкірт балаларды, жас балаларды базарға апарып қайыр тілету. Олар Қазақстан территориясына кіргеннен кейін олардың ең алғашқы мақсат міндеттерінің бірі қайырымдылық қорлар мен пансионаттар ашты. Бір сұрақ енді дәл қазіргі уақытта қайсының ықпалы жоғары және былайша айтқанда қайсының бір қолында бір күш бар? Енді сол шәкірттер келгеннен кейін связьға шығып Назратулламен сіз өйстіп айтып едіңіз ғой, сізді осындай шейх танымайды ғой деп сұрақ қойғанда ол кісі Назратулла Бумарин былай деп айтады. Жалпы дейді, орысша айтып отыр ғой енді, ол кісінің айтуы бойынша там произошла оговорочка деп айтады. Армысыз құрметті көрермен, бұл Ойла подкаст. Эфиріміздің бүгінгі қонақтарын таныстырып өтсем, ең әуелі дінтанушы және исламтанушы теолог Қанатәлі Бақытұлы мырза, және де мына Алматы қаласы бойынша кеңес беру және оңалту орталығының басшысы, теолог, дінтанушы Руслан Қайыргелді мырза. Ассалаумағалейкум құрметті қонақтар. Эфирімізге қош келіпсіздер. Енді бірден сұрақ бөліміне көшсек, жалпы мына Қазақстандағы қазіргі діни ахуал, жалпы өзгерістер туралы болмақ бүгінгі сұхбатымыз. Енді бірінші сұрағымыз, жалпы мына тәуелсіздік алғаннан кейінгі біздің осы Қазақстандағы діни ахуал қалай өзгерді, жалпы қалай дамыды, және де осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қазір қоғамдағы рөлі қандай? Содан бастасақ. Жалпы енді оны бізде басқа да мамандар айтып жатыр, Аллаға шүкір деп айтайық. Қазақстанда жалпы діни ахуал салыстырмалы түрде өте тұрақты, жақсы деп айтсақ болады. Енді салыстырмалы түрде дегенім бұрынғы уақытқа қарағанда әрине өте жақсы, Аллаға шүкір. Бұдан да жақсы бола берсін. Ал енді мынау бұл жерде енді мемлекеттегі діни саясаттың дұрыстығы деп ойлаймын әуелі. Екіншіден мынау діни басқарма, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының еңбегі, оны да айта кету керек. Ал енді мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Қазақстандағы біздегі рөлі қандай десеңіз, рөлі өте үлкен, оны барлығы жақсы біледі. Жалпы алғанда діни басқарма бүгінгі таңда ол Қазақстандағы мұсылмандардың қара шаңырағы, Қазақстандағы мұсылмандардың мүддесі үшін қызмет атқарып жатқан бірден бір діни ұйым. Сондықтан Қазақстандағы жалпы мұсылмандар бүгінгі таңда діни басқарма өте үлкен сенім артып келе жатыр. Қандай да бір діни сұрақтары болатын болса, біздегі жамағат, Қазақстандағы жамағат, оны бүгінгі таңда өте жақсы үйреніп келе жатыр. Діни басқармаға келеді, өте өздерінің көңілінен шығатын жауаптарын алып жатыр, Аллаға шүкір. Енді өкінішке орай әрине айтпасқа болмайды. Діни басқармаға сын айтып, кішкене
сыни көзқарастар білдіріп жатқан адамдар жоқ емес, бар. Енді шын айтқан кезде кейбірлерін біз танымаймыз да, шыны керек. Мынау енді бізде діни сала, узкий сала ғой. Өзіміз осы салада 14-15 жыл қызмет атқарып келгеннен кейін біз осы салада қызмет етіп жатқан біраз азаматтарды жақсы танимыз. Бірақ өкінішке орай кейде бір ешқандай да қызмет атқармай жатқан адамдар сын айтып жатады. Жақында мен енді айта кетейін. Бұл енді подкаст ашық не ғой, енді ойды жеткізу ғой, дұрыс па? Сондықтан пікір алмасу деп ойлаймын. Жақында маған мынандай жамағат бауырларымыз неген видео жіберді. Сол видеоны ашып қарасам, бір азамат діни басқармаға және сол діни басқарманың қарамағында қызмет атқарып жатқан имамдарға кішкене ауыр сөздер айтты. Имамдар білімі жоқ, болмаса имамдыққа оқуға анау мектептен емтиханнан құлап қалған балдар барады. Одан кейін ол қандай имам болады, дінді қалай жеткізеді деген сияқты нәрселерді айтты. Енді ол шынымен былайша айтқанда діни басқарма қарамағында қызмет атқарып жатқан имамдардың көңіліне тиеді, тимейді емес. Мен тіпті айтар едім, оның сөздерінде жала өте көп. Ол кісі енді шариғатты оқыса өзі жақсы білетін шығар. Намима деген нәрсе бар шариғатта, жала деген нәрсе бар, оның күнәсі өте ауыр. Мәселен, мен айтайын, бүгінгі таңда діни басқарманың қарамағында жасап жатқан имамдар өте білікті, өте білімді. Кемі мысалы, Қанатәлі мырза әріптесімізді алыңыз, кемі 4 тіл біледі бүгінгі таңда. Кемі бүгінгі таңда имамдар арабша, орысша, қазақша, қажет десеңіз ағылшынша да тілді біледі. Діни Нұр-Мүбарак университетін қызыл дипломға бітіріп жатқан қанша студенттері бар. Сондықтан олар сауатсыз, білімдері жоқ, дінді қалай үйретеді, Құранды қалай түсінеді деп кей уақытта айтып жатады. Оның барлығы кішкене ыңғайсыз, томпақтау нәрселерді айтып жүр бүгінгі таңда сыншылар. Шын мәнінде біз танымаймыз да, шын мәнінде осы дін саласында болғаннан кейін енді артынан естідім, әжептәуір үлкен қызметтегі кісілер екен, сабақ береді екен, бірақ біз танымадық ондай кісілерді. Жалпы енді діни басқарма жайлы айтып жатырмын, өзі діни басқармаға өзі жұмысқа кіргісі келетін азаматтар өте көп. Шетел оқып келген, дін оқып келген, басқа мазхабтарды оқыған, ханафи мазхабын оқыған азаматтар мен көбісін танимын. Бірақ отырып алып, діни басқарма андай, имамдар мындай деп айтқан кезде керемет айтады. Ал енді мен өзім мынандай бір принцип бар ғой, бір нәрсені өзгерткім келсе, иди меняй деген сияқты. Осы принципті жалпы өзімді астанам, сонда осы кісілерге айтамын мен алғы азаматтарға. Әгер әке сіз енді осындай олқылықтар көріп жатыр екенсіз, неге барып қызмет атқармайсыз, имамдық қызметті деп айтамын өз басым. Барып, как положено, былайша айтқанда діни басқармада аттестация деген нәрсе бар. Емтихан тапсыр, бұйрық ал, аттестациядан өт. Одан кейін барып қызмет атқар, имамдық қызмет атқар. Бүгінгі таңда имамдар жетіспейді Қазақстанда. Бірақ олардың көбісі Алматы мен Астанада қызмет атқарғысы келеді. Облыс орталықтарында анау шалғай жерлерге бар. Ол жердегі діни жамағат, ол жердегі мешіт, ол жердегі халық, ол да имамға мұқтаж. Оның да діни, былайша айтқанда, шөлдеп жатыр. Ол да бір сенің біліміңе мұқтаж. Ол жаққа бар қызмет атқарғалы келмейді. Бірақ сын айтқан кезде, бір комментарий айтқан кезде өте керемет. Сондықтан мен айтарым, бірінші мынау сын айтқан кезде, әрине сын болмай түзелмейді дейді ғой. Сын сөйлемеймін түзелмейді дейді ғой, бірақ дегенмен айтқан кезде де ойланып айту керек деп ойлаймын. Бүгінгі таңда діни басқарманың қызметі өте үлкен. Бұл қайырымдылық бағытта деп айтасыз ба, оңалту бағытына деп айтасыз ба, жалпы сауат ашу курстары деп айтасыз ба. Өте орасан қызметі. Сондықтан сын айтқан кезде оны жалпы кішкене абайлау керек деп ойлаймын негізі. Жақсы, мына оңалту қызметі дегенге тоқталып өтсек, бір жақсы айтып кеттіңіз. Енді мына Қанатәлі мырза, сіз тек бір дінді осы ғылыми тұрғыда ғана зерттемейсіз, осы оңалту қызметіне де сіздің де қатысыңыз бар ғой. Енді жалпы сол туралы айтып өтсек, жалпы мына оңалту ісі қалай жүргізіліп жатыр қазіргі таңда? Жалпы бұрын қандай еді, қазір қалай болды?
Жақсы, енді аналитикалық көзқарасқа сүйенетін болсақ, нақты енді қазіргі уақытта жат ағымдардың, соның ішінде 30 жылдың ар жақ бер жағында Қазақстанның территориясына кіріп үлгерген, соның ішінде псевдосаляфия, уахабиялық жамағаттар, мадхали мектебін ұстанатындар, жамағат табдих дейміз, бидғатта шектен шығушылар, сосын таблиғ жамағаттары бар. Осында ханафи мазхабы сияқты, біз сияқты ханафи мазхабы ұстанады, имам матурди мектебіндегі түрік жамағаттары. Жалпы өте көптеген жат ағымдармен қазіргі уақытта Руслан мырза айтпақша, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдері жат ағыммен жұмыс жасау секторы бар арнайы. Сол жат ағыммен жұмыс жасау секторына байланысты белгілі жоспарларда осы жат ағымның бостандықта жүргендері бар, тергеу изоляторында діни баппен сотталып жатқандар бар. Жалпы осының баршасы қамтылады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан меморандуммен діни басқармада бір 6-7 исламтанушы, дінтанушы теологтар жұмыс жасаймыз. Мен өзім тікелей тергеу изоляторына жауапты теологпын. Арнайы белгілі бір бекітілген бағдарлама бар. Жеке, мысалы, адамның индивидіне байланысты қандай жат ағым, соған сай өзінің тәсілдері бар жұмыс жасайтын. Қазіргі уақыттағы енді діни ахуал деп қалдыңыз. Діни ахуал Рүсеген айтып кетті ғой, жаңа тұрақты, негізінде жалпы тұрақты. Бірақ дегенмен де арқаны кеңге салу әлерде. Мысалы, мемлекет тарапынан көптеген санкциялардың негізінде сол, мысалы, псевдосаляфия, уахабиялық ағымды насихаттаушы лидерлер түрмеге тоғытылды. Оның біразы шығып та үлгеріп жатыр қазіргі уақытта. Бостандықта жүргендеріне ақшалай айыппұл төлеткізілді. Басқа да 74-ші баппен біраз лидерлеріне де ескертпелер берілді. 74-ші бап бұл жаңағы діни экстремизм, терроризмді, діни алауыздық тудыру, діни ұлттық алауыздық тудыру бап бойынша. Осы салалардың баршасы енді олардың қазіргі уақытта дінді насихаттау құралдары басқарма ауысты. Бұрын мысалы медиа порталдарда, медиа минбарларда өте сондай белсенді түрде жұмыс жасайтын болса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына тікелей батыл жаңағы қарсы шығып, анау бидғат, мынау бидғат, жаңа Рүсеген айтпақшы, имамдардың білімі дұрыс емес, ана жерде қателеседі, мына жерде қателеседі деген сияқты деректер жетеді. Қазіргі уақытта медиа портал мәселе белсенділіктер аз, харизм азайды. Бірақ дегенмен де қазіргі уақытта белгілі бір бизнес төңірегінде болмаса, белгілі бір жаңағы сала төңірегінде өздерінің ақидалық жақтастарын шоғырлану элементтер байқалады. Яғни әлі де жаңа спящий ячейка дейміз, өздерінің сандарын арттыру үрдістері жалғасын табуда. Шамамен енді статистика жүгінетін болсақ, біразы бар қазіргі уақытта нақты. Енді Алматы қаласы бір жағы тергеу изоляторлары транзиттік орын болады. Яғни бұл жерде діни баппен сотталғандар белгілі бір уақытқа дейін үкімін күтеді. Сотқа дейін. Басқа түрмелерге таппен кетеді. Осы уақытта исламтанушы теолог мамандардың рөлі өте осы жерде білінеді. Осы кезде біз пайдаланып, бір 2-3 ай болса да, 4 ай болса да, 5 ай болса да, мүмкіндігінше, шамамыз жеткенше арнайы жүйемен оларды оңалтып жұмыс жасап қалуға тырысамыз. Ол нақты біздің мамандар қазіргі уақытта ақиданың майталмандары болған, мысалы имам Ғазалидің Әл-Джами уәл-Ауамат кітабымен, Ахмад Әл-Баядидің кітаптарымен, соның ішінде шейх Камалуддин Ахмад Ар-Раузи деген шейхтардың кітаптарын алып кіріп, кәдімгідей үлкен лидерлермен дискуссия жүргізу арқылы оларды жаңалықты өз контраргументация арқылы оңалту шараларын жүргіземіз. Сондықтан да енді қазіргі уақытта харизмдар бұрынғыдай емес. Жалпы айтқанда жалпылама діни тұрақтылық қазіргі уақытта өз деңгейінде. Сонымен сай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының да жалпы қоғамдағы орны қазіргі уақытта ерекше. Қарапайым халықтың бағалауы, қарапайым халықтың діни білімі қазір өте жоғары. Қазақстан бойынша енді рухани кеңістігі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қолында. Қазақстан мұсылмандарына ханафи мазхабының негізінде дінді насихаттау,
пәтуалар жинақтау, пәтуалар беру, актуалды сұрақтарға жауап беру үрдістері. Соның ішінде қайырымдылық секторлары бар. Сонымен бірге имамдардың білімін жетілдіру секторлары бар. Мысалы қазіргі уақытқа келетін болсақ, бүгін міне басталды, аттестациялау басталды. А, Б, С секторда бүкіл жаңағы емтихан сұрақтары берілді. Бүкіл имамдар мегаполистағы сол емтихандарға қазір дайындық үстіндеміз. Яғни әр белгілі бір уақыттарда имамдар білімімізді жетілдіріп отырмыз. Өйткені талап, заман талабы сондай. Жастарымыздың да білімі өте жоғары. Өздеріңіз де байқап отырсыздар, жаңа сын түзелмей, мін түзелмейді. Кейбір жерде жаңағы осы жақында жұма құтпаларында ана аятты қате оқыды, мына құтпаны дұрыс оқымады деген сияқты бір әлеуметтік желіде видеоларды көрдік. Дегенмен де енді бірден түзеліп кету әлі ерте, бірақ бірте осыған Алла қаласа діни білімді жетілдіру саласы жақсы дамып келе жатыр. Жақсы, енді мына сөзіңіз аузыңызға Қанеке рұқсат, бұл мен есіме бір нәрсе түсіп тұр. Жаңа Қанекең айтты ғой, темір торға отырғызылып біраз сәләфилердің көсемдері, шетелде жүргендер. Мен бір жігітті танимын, сәләфи жігітті. Араласамыз екеуміз. Мен оған мынандай сұрақ қоямын ғой. Ол кісі жігіт Ділмұрат деген сәләфилердің өзінің көсемі болған. Бар. Сол жігіт біраз қанша болды? Қанеке бір 3-4 жыл болды ол сотталғанына. Енді ол сол Ділмұраттың төл шәкірті ол, былайша айтқан кезде. Шетелде жанында бірге болдық. Қазақстанда келсе-де жанында бірге жүрді. Қызметінде болды дегенде. Сонымен мен сұрағым, атын айтпай-ақ қояйын енді. Ұстаздың түрмеге отырғаннан кейін енді жаңа білім, жаңа ақпарат керек. Білімді қалай жетілдіріп жатсың, ақпарат қайдан алып жатсың. Подпитка ғой, былайша айтқан кезде. Қалай жүріп жатыр өзіңде десем. Осы айтады ғой, Мүсеке уайымдамаңыз дейді. Ділмұрат ұстаздың дейді, бізге дейді тастап кеткен білімі ақырет күніне дейін жетеді дейді ғой. Енді сонда қанша уақыт білім алып қалған? Бұлай енді ол түсіндіреді, өз сөзін былай түсіндіреді. Қалайша дегенде енді былай айтады. Мен дейді, мысалы, өзім 3 әйел бар айтпақтай. 3 әйел бар, қателеспесем 9-10 шақты баласы бар. Сөйтсем дейді, мен таңертең қанша деді, общем айту бойынша таң атқаннан кеш батқанға дейін отырсам, лекцияларын үзбей тыңдасам, 397 күнім кетеді деп айтты. Өзі сөзді. Таңертеңнен кешке дейін тұрмай тыңдасам дейді. Ал енді дейді, қараңыз дейді, өзі қателеспесем сварщик па сондай бір жұмыс атқарады. Енді менің жұмысым бар дейді. Заказдарым бар, әйел бала шағам бар. Оларды асырау керек. Соответственно, мен оны күн таң атқаннан кешке дейін отыра алмаймын дейді. Мен енді аптасына бірнеше сағат отырсам дейді. Оны конспектировать етіп бала шағама түсіндірсем дейді. Отырып алып. Оны қорытып пересказать етеді балаларым дейді. Соответственно, мен оларға жеткіземін. Мен олардан сұраймын, олар маған жеткізеді сабақтарын. Сөйтсем дейді, күн аптасына 1-2 сағат уақыт бөлсем, жаңа 397 күн менің өміріме жетеді екен. Сондықтан Ділмұрат ұстаз қанша темір торының артына отырса да, ол кісінің тастап кеткен білімі менің өміріме жетеді. Ал мен сияқтылар қанша дейді ғой жаңағыдай. Сол кезде мен енді шынымен таң қалып жатырмын. Бізде енді ақпарат кеңістік деген үлкен кеңістік қой. Олардың былайша айтқанда лекцияларының сабақтарын ешкім бұғаттауға қауқары жетпейді бізде. Оны анық айту керек. Бұғаттайтын адамдардың кілттері оны білмеймін, басқа жақта сияқты. Мұхиттың ар жағында ма, оны білмеймін. Бірақ қауқары жетпейді бізде. По крайней мере, енді радикальный бір анандай вызывающий лекцияларын мүмкін бұғаттаған шығар. Ал алайда енді көпшілік лекциялар жалпы бұғатталмайды. Ол солай ақпарат кеңістігінде тұр негізі. Жаңағыдай қанша әлі де қаралады, әлі де қаралады, әлі де тыңдалады, конспектировать етіледі, как положено, оның сабақтары тұр негізі. Онлайн білім болып отыр. Онлайн білім болып. Бүгінгі таңда енді век цифровизация былайша айтқан кезде онлайн сабақтар дамыған уақыт қой, сол сияқты лекциялар да онлайн түрде жүре береді бүгінгі таңда. Абзал кезінде бір болды мынандай мысалы принцип дейміз бе, не дейміз, бір өздерінше ережесі. YouTube-ға мысалы жалпы видеоға түсу бұл күнә деген сияқты келдіріп. Жоқ, айтып отыр ғой, век цифровизация дейміз ғой, олар да модернизировать етіп отырады былайша айтқан кезде. Мысалы бұрын шынымен де көп жігіттер суретке түспейтін, фотоға түспейтін. Сол кезде мен сұраймын, енді удостоверение бар, водительские права бар, қажетті кезде түсесіңдер ғой деген кезде қажеттілік болады дейді. Қажеттілік болғаннан кейін түсеміз деп айтатын. Сол кезде осыдан 10-15 жыл бұрын. Дәл бүгінгі таңда енді тура сондай век цифровизация
ақпараттық кеңістік интернет дамыған заманда бұл да бір қажеттілік, 21-ші ғасырдың қажеттілігі деп айтады. Содан кейін өздеріне сондай пәтуа шығарып алған, қажеттілік болғаннан кейін біз оны ары қарай тыңдай береміз, түсе береміз видеоға, оқу, сабақ, білімді де ала береміз деген нәрсені алдыға тартады жалпы айтқанда. Жалпы осы радикалды топтар қалай пайда болды елімізде? Сол жаққа бір тарихына бір үңіліп кетсек қысқаша. Олар қалай кірді, ең бастапқы қай топтар кірді бізге? Олар қалай адамдар тартты мысалы? Біздің мына зайырлық принциптерге қатысты көзқарасымыз қандай олардың қазіргі таңда? Енді 90-91 жылдары өзіміз тәуелсіздік алғаннан кейін есігіміз айқара ашылғанын білеміз баршамыз. Сол кезде жалпы түрлі дәстүрлі емес діни ағымдар, соның ішінде жат ағымдар. Ең бірінші жалпы басым көпшілігі қазақтың ұлттық құндылықтарына қарсы күресте ең бірінші жаңағы алдыңғы шепке шығып көзге түскен псевдосаляфи уахабиялық жолдағы жамағат. Олардың өзі Қазақстанның ішінде бірнеше тармаққа бөлініп кетті. Өйткені алдыңғы лидерлерінің ұстанымына сай. Уағыздаушы, сабақ беруші лидерлердің ақидалық сұрақтарда хилафи мәселедегі қай жол ұстанады, соған сай шәкірттер де бөлініп кетті. 7-8 тармаққа бөлініп кетті олар. Жаңағы хижра уат такфирлері бар, мұсылманды күпірлікті айыптайтындар бар. Жамағат от табзиғы бар ішінде. Жаңағы матхалиттер бар. Енді Александрит, Сурриттер бізде жоқ, дегенмен де оның сипаттары бар. Яғни осындай бір діни терминдер тағылады дінтану мамандары тарапынан. Кейіннен өзімізге белгілі мына оңтүстік Азияның жамағаттары. Ханафи мазхабының негізінде біз сияқты имам Матурди мектебімен таблиғ жамағаттары кірді. Таблиғ жамағаттары да кірді. Одан кейін де діни, жалпы дәстүрлі емес діни ағымдарда жаппай кіре бастады. Сол кездерде баршасы кіріп үлгерді. Соның ішінде жаңағы диабант өкілдері де кірді. Диабант өкілдері кіріп, оларды жалпы кейін заң шыққаннан кейінгі ақталу сипаттарын, процестеріне қарайтын болсақ, олар жаңағы өздерінің заңсыз әрекеттерін имамдардың кінәсінен деп шықты. Мысалы, имамдар мешітте отырады, имамдардың миссиясын біз орындадық деген сияқты сондай сылтаулар айтылды. Жат ағымға байланысты. Кез келген жат ағымның жалпы бірінші мақсаты өз-өзін ақтау. Яғни белгілі бір өзінің қылмыстарын ақтап алатын арнайы концепциялар бар. Мысалы, жамағат от табдих, псевдосаляфи уахабиялық жамағат, бұлар классикалық исламға қайтарамыз. Пайғамбарымыздың кезіндегі исламға қайтарамыз, өйткені мүшриктер, яғни ширк амалдар өте көп, бидғат амалдар өте көп деп, жалпы бидғатпен күресуде қатты шектен шығып, біздің жалпы Қазақстандағы ғасырлар бойы осы Ханафи мазхабының негізінде қалыптасып қалған ділімізге, дәстүрімізге, соның ішінде тілімізге де шабуылдар жасалды. Яғни кез келген жат ағымның, айтып отырмын ғой, бұл ең тиімді ұстанатын құралы. Кез келген азаматтың өзіне тән идеологемалары бар, құндылықтар. Бұл психология экстремизма, терроризмі бұны гвоздь дейді, шеге дейді. Мысалы, кез келген азаматты отанында шегелеп тұратын арнайы ұлттық құндылықтар бар. Олар оның тілі, оның ділі, оның дәстүрі, оның мәдениеті, оның отанына деген сүйіспеншілігі, ата-анасына деген құрметі деген сияқты қарай кете береді. Бұны жалпы жат ағымның өкілдері жақсы біледі. Сондықтан да бірінші келіп біздің жастарымызға саф, таза дінді үйренгілерін келетін болса, изначально былай айтқанда сұрақтың қойылу үрдісін өзгертті. Мысалы, сен дәстүрді ұстанасың ба, әлде пайғамбардың сүннетін ұстанасың ба? Мысалы, қазіргі уақытта тәңіршілдер тарапынан да осы тактика қолданып жатыр. Сен қазақсың ба, әлде мұсылмансың ба? Яғни идентичный мәселесі, яғни екеуін айырып қарастыруға болмайтын нәрселер бар. Және бұл сұрақтың қойылу төркінінде дұрыс нәрсе жатқан жоқ. Үлкен ұлтаралдық, дінаралық тіпті қақтығысқа апаратын амалдар жатыр. Бұл жалпы нақты саяси мүдде. Бұл бір белгілі бір күштердің саяси мүддесі. Біздің мемлекетіміздің тұрақтылығына, мұсылмандардың ауызбірлігіне келтіріп жатқан залалдардың бірі. Сол сияқты сол кездердегі жастарымыздың кірген кездегі, сол жат ағымдардың кірген жылдардағы жастарымыздың діни білімі қазіргідей емес болады.
Қазір альхамдулилля не бар, искусственный интеллект бар, чат GPT деген нәрсе бар, қазір Google деген нәрселер бар, YouTube бар, яғни кеңістік ақпарат тәуелсіздік болғаннан кейін кез келген ақпаратқа сай өздеріне тән қанағаттанарлық жауап ала алады. Орысша болса орысша контент, ағылшынша, арабша қазір толып жатыр. Сол кездері енді басым көпшілік жастарымызды біз соларға былай айтқан кезде қармаған іліндіріп жібердік. Олар сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында ол кезде білікті мамандар да бәлки аздау болды. Оны мойындаймыз. Ол ақиқат нәрсе. Төтеп беретін бір жалпы нақты үлкен ғалымдарымыздың да саны аз болды. Және былай айтқан кезде стратегиялық жағынан бәлки біз дайын болмадық сол кездерде. Осыны тиімді пайдаланған жат ағым өкілдері өте көптеген қаракөз қамдас жастарымызды өз қармақтарын іліндіріп, тіпті шам асырып жіберді. Соғыстарға, джихадтарға жіберіп қойды. Бірақ кейіннен жалпы дер кезінде мемлекет тарапынан, дін істер басқармасы тарапынан құрылып, сол арқылы үлкен исламтанушы ғалымдар шығып, жаңағы Ерсін Әміре сияқты үлкен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өкілдігіне қарасты ұстаздарымыз кәдімгідей диспут негізінде үлкен ғылыми диспут жүргізу арқылы осы Матхалит ағамның лидері Оқтан екеуінің диспуты баршамызға белгілі. Осы сияқты диспуттармен кездесулер арқылы және медиа порталдарын тиімді пайдалану арқылы актуалды сұрақтарға Құран мен сүннетпен жауап беру. Сосын ұлттық құндылықтарымыз, дәстүрдің орны қандай? Осы мәселеде кейбір жылдары Хазіретіміз муфти дәстүр және ислам деп бір жылды тағайындады. Сол жылдарда сол дәстүр мен ұлттық құндылықтарымызға сай толық уағыз насихаты болсын, шаралар болсын, семинарлар болсын, конференциялар болсын, нақты осы жат ағымға байланысты жастарымыздың болмысында осы ұлттық құндылықтарымызды ояту әрекеттерін жасадық. Кейіннен Ханафи мазхабының негізінде таблиғия жамағаты қазақтың даласына тез сіңіп кетті. Өйткені кез келген адам намаз үйренгісі келеді. Мысалы, кез келген жат ағымнан қарап тұрсақ, өздерінің жамағаттарының санын толтырудағы бірден бір қолданатын тиімді әдісі исламдағы құндылықтарды жалау ету. Мысалы, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның хадисінде айтқандай: "Хойрукум таалламал Құр'ана алламаху". Сендердің жақсыларың Құранды үйреніп, өзгеге үйреткендер. Жалпы Құран үйретемін деп, мысалы, мен бір жастарды шақыратын болсам, және менің өзім нақты діни жаңағы маркерім болатын болса, сақалым болатын болса, жаңағы тақиям болатын болса, және Ханафи мазхабындамын, имам Матруди мектебіндемін деп, мысалы, таблиғия жамағаттары келіп, түрік жамағаттары болсын, жаңа Құран үйретеміз, намаз үйретеміз деген сияқты жастарымыз тартты. Сондықтан осы Ханафи мазхабының негізінде болғаннан кейін бұл таблиғия жамағаттары, соның ішінде енді оңтүстік Азия бар, жаңа Бангладеші бар, Пакистаны бар, Индия жағы бар. Мына жақтан түрік жамағаттары кірді, өздеріңізге белгілі. Осылардың баршасы қазақ даласына тез сіңіп, тез тамыр жайып кетті. Бірақ енді қазіргі уақытқа келетін болсақ, осы ең алдыңғы шепте жүрген исламтанушы имамдар осы жат ағымдардың өкілдерімен, мысалы, кез келген жерде, кез келген диспутта, дискуссияда үлкен ғылыми негізде тайталасып, жаңағы идеологиялық тайтарыс беретін жағдайға жеттік. Бұл да бір үлкен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының дәрежесінің біліктілігі. Ғұламалар кеңесі құрылды. Өзіңізге белгілі. Ол жерде өте білікті ұстаздар, білікті исламтанушы мамандар. Ол жерде тек қана дін жағынан емес, тарихшы мамандар да бар, жалпы стратегия жағынан жауап беретін аналитиктер да бар. Осы ғұламалар кеңесін құру арқылы кез келген жаңағы алға қойған жоспарларды талдау. Қазіргі бізге керек актуалды дау шығарып жатқан сұрақтарға дер кезінде жауап беру мәселесі қазіргі тез қолға алынып, қазіргі уақытта альхамдулилля осы жат ағымға деген тойтарыс өз деңгейінде орындалды. Әлі де орындалып жатыр. Жарайды, келесі сұраққа көшсек енді. Мен тағы бір қоса кетсем Ореке. Мен енді бұны жат ағым өкілдерімен өте енді былай тығыз қарым-қатынастамын. Жиі кездесеміз. Біз тек былайша айтқан кезде тартысып, таласпаймыз. Былайша айтқан кезде нейтральный территорияда осы сияқты шай ішіп әңгімелесеміз. Мен бір байқағаным, мынау
идеологиялық жағынан жаңа Қанекең айтып кетті ғой, шынымен де Аллаға шүкір біз на голову выше дейді ғой, жоғары тұрмыз негізі. Ал енді мынау финансовый жағынан, мынау именно әлеуметтік қолдау жағынан кішкене олар алдыда. Неге десеңіз, мен мысалы көп жігіттер танимын, басқа региондардан келеді, сауда жасауға, болмаса тауар алып кетуге келеді. Аксессуар, машинаның запчастарын болса тауар алып кету келеді, өзінің саудасы бар, өзінің өңірінде. Алматыға келгеннен кейін көп ұзамай қайтадан осында кәсіп жасауға көшіп келеді. Алматыға көшіп келеді, кәсібін ашады, осында кәсібін осында дөңгелетеді, кәсібін осында ашады. Причем былайша айтқан кезде өте резко, көп араға көп уақыт түспейді. Содан кейін енді мен біреуін байқадым, екеуін байқадым. Сөйтсем, мұны кәдімгідей осы жақта жаңағыдай оптовиктер болса, мысалы жаңағыдай изначально сатып берген оптовиктер болатын болса, осында келсең, кәсібіңді ашсаң, әжептәуір аяққа тұруына біз саған көмектесеміз деп көмегін ұсынады. Бизнестің көлемінде шоғырлану процесі. Бизнес жағынан олар кәдімгідей малый, средний бизнес жағынан өте кәдімгі дамып келе жатыр олар. Тіпті жалпы Алматы қаласын алатын болсақ, енді Алматы қаласы малый, средний бизнесқа өте тиімді қала ғой. Осы жақта мынау кәсіптерін өте тез дөңгелетеді, өте тез алдыға алып кетеді кәсіптерін. Сол жағынан өте поддержкаларда өте мықты, былайша айтқан кезде. Осыны мен жалпы байқағаным, идеология жағынан кішкене ақсантады деп айтсақ та болатын шығар, бірақ енді біз мынау Ханафи мектебі на голову, былайша айтқанда, выше. Ал мынау финансовый жағынан олар кәдімгідей дамып келе жатыр қазіргі таңда. Қазір енді өзара қаржыландыру көмегін жасайды. Өзара қаржыландыру көмегі өте үлкен дәрежеде қазір. Қаржыландыру күтімінде. Сырттай енді мен айта алмаймын, оны баға беретін определенный бір органдар бар шығар, бірақ өзара қолдау, өзара қаржыландыру моделі өте жоғары қазіргі таңда. Дұрыс айтасыз, сөзіңізге келісемін. Өйткені нақты Алматы шаһары, мегаполис үлкен, олардың нақты бір белгілі бір бизнес салаларда шоғырланғандан байқаймыз. Жаңа жоғарыда айтып өттім. Мысалы, алыс кетпей-ақ өзіңіз айтқан Карситті алып қараңыз. Автобөлшектер сататын үлкен орталық. Басым көпшілігі жаңағы маркерлеріне қарап білуге болады, қандай жатағын. Кім екені, кім екені. Одан кейін алыс кетпей-ақ осы Жібек жолы Желтоқсан көшесіндегі аэровокзалды алып қараңыз. Яғни ұялы телефонға байланысты универсалды бизнестің жалпы тізгіндері сол кісінің қолдарында. Бұл енді біз қазір былайша айтқан кезде панарабистік идеологияларды айтып отырық қой енді. Мен айтайын, енді бізде жалпы бізде Қазақстан өте қонақ жайлымыз ғой. Ағымдардың бәрі бізде ме деп кейде ойлап қоясың негізі. Себебі мынау пантүркистікті ағымдар бар бізде Қазақстанда, аз емес. Мысалы, гүленшілерді алатын болсақ, оларды осы бизнес сферасында бар ғой, өте қатты дамыған. Және бір қызығы бір-бірлерін ғана қатты тартады. Мысалы, сәләфилерде бір-бірлерін қатты тартып қолдаса, мына пантүркистік ағымдарда гүленшілерде тура сондай. Мәселен, сүлейменшілерді алатын болсақ, оларда вообще целый ячейка, олар өзінен басқа ешкімді мойындамайды, өзінің лидерінен басқа ешкімді мойындамайды. Өзінің кәдімгідей жүйеге қойылған системасын оқыған адамнан басқа білімді ешкімнен айырмайды, мысалы. Сондықтан оларды бизнес сферасында өте қатты дамып келе жатыр. Хоть возьми, мысалы, кім сәләфи бағытталатын болсаңыз, пантүркистік направление алсаңыз да, любой бизнес сферасында қатты дамып келе жатыр. Ол туризм болсын. Мысалы, мен гүленшілерді айтайын, бір жігіттерді танимын, сантехника саласында, әжептәуір Қазақстанда біраз жерлерді осы бизнес бағытында кәдімгідей жүйелеп алған. Сондықтан сәләфи деп айтамыз ғой, мына түркі идеологиясында кәдімгідей, түркі идеологиясында емес, жаңағы пантүркистік бағытындағы идеологияларда әжептәуір қызметін атқарып келе жатыр Қазақстанда. Жалпы келесі сұрақты осы уақытта қойғым келген, бағана негізі мына айтып отқан жатағым енді 91 жылдан бері қарай кіріп келді деңіздер ғой, енді өздерінің бір белгілі бір жамағаттарында қалыптастырып алды, әлі де олармен жалғасып жатыр, жұмыс істеп жатсыздар. Бірақ та мына қателеспесем осы енді 2023 жылы осы бір ақпаратта шықты, полиция пансионаттарға бір рейд жүргізді, тексеріс жасағаннан кейін ішінде бір теріс ағымдағы әдебиеттер табылды деп солай ғана басына мәлімдеген, бірақ кейін
Осы оқиғадан кейін сүлейменшілер туралы жиі айтылып кетті. Енді жалпы өзіңіз де бағана айтып жатырсыз ғой енді бір сөзіңізде. Жалпы бұлар кім? Осы қазір жиі айтылып кетті, бірақ көбіне түсіндіріп жатады. Олардың ерекше қандай белгілері бар? Жалпы бізден айырмашылығы неде? Енді идеологиялық тұрғыда мысалы. Қандай екен жалғастырып кетер енді, бірақ айта кетейін, мысалы былай ғой бұл жерде мәселе. Негізі мынау діни басқарма, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан тыс медресе болатын болса, колледж болатын болса, бір діни ұйым болатын болса, ол уже былайша айтқанда подозрение негізі. Себебі былайша айтқан кезде еш нәрсесін былайша айтқан кезде жасырмайтын діни идеология болатын болса, ол кәдімгідей барып діни бірлестік ретінде барып тіркеледі. Діни басқармаға бағынады. Олай тіркелмеді ма, бағынбады ма, ол уже подозрение былайша айтқан кезде. Не үшін бағынбайды? Діни басқарма былайша айтқан кезде сонша адасқан ба? Мәселен, діни басқарманың қарамағында істеп жатқан небір ғалым ұстаздар, докторлар, магистрлар, олардың барлығы былайша айтқан кезде қайдан келді? Олар адасқан ба? Сондай сұрақ адам жалпы өзіне қою керек. Ал енді мына сүлейменшілер жайлы айтатын болсақ, мен айтпаймын, пәлен жерде адрестар тұр, осындай здание олардікі деген сияқты. Бірақ енді толық былай не олар қандай идеология ретінде баға беретін болсақ, біздің Қазақстанда жоқ емес, олар бар. Өзінің былайша айтқан кезде діни системасы ол уже бертінгі 5-10 жылғы система емес. Оны жақтан кәдімгі Ататүріктің заманынан келе жатқан система. Кәдімгі басшылары Қазақстанда емес, басшылары Түркияда отырады. Ответственный адамдар болады, мысалы Қазақстанға бір жауапты болады, адамдары болады. Монғолияға, Қырғызстанға, Өзбекстанға жауапты өзінің мамандар, директорлары болады. Орта Азияға жауапты директорлары болады. Олардың енді өздерінің айтуы бойынша принциптері дінді жеткізу, дінді насихаттау, бірақ бір қызы олардың насихаттауы тек қана өздерінің системасының төңірегінде ғана, өздерінің пансионаттарының қабырғаларында ғана. Одан артық былайша айтқан кезде діни басқармамен былайша айтқан кезде қарамағында болып, діни басқармамен бірге жұмыс атқару деген нәрсе жоқ оларда. Тек қана өздері. Тіпті біз ғана тура жолдамыз деген сияқты позицияны ұстанады жалпы. Енді ішіндегі ақида мәселесінде, фих мәселесінде келіспейтін нәрселер бізбен өте көп. Оны да айта кету керек. Мәселен, ақида мәселесінде мына олардың өте қасиетті дүниесі бар, рабыта деген дүниесі бар. Рабыта деген кәдімгі олардың осы негізін салған Сүлейман Хилми Тунахан ғалымды алатын болсаңыз, сол кісіні елестеу арқылы Құдаймен байланысқа шығу деген принцип, рабыта деген. Енді ол біздің шариғатымызда таза қайшы нәрсе. Шариғатымызда өзі Алла Тағала Құранда қанша жерде айтады: «Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах вастағфир ли занбик, ияка нағбуду ва ияка настаин» аяттары өте көп. Біліп қойыңдар, Алла жалғыз, Аллаға ғана құлшылық жасаңдар, Алладан ғана кешірім сұраңдар деген сияқты. Осы нәрсенің барлығын олар өте жақсы біледі негізі, бірақ сонда да жаңағыдай өздерінің бір тұтқан ұстаздарын, шейхтарын жоғары көтеріп, дәрежесін, тіпті пайғамбар дәрежесіне көтеріп жібереді. Соны елестеу арқылы Құдаймен байланысқа шығу. Ең бірінші фактор осы нәрсемен біз олармен келісе алмаймыз. Екіншіден, мұнау одан да кішкене былайша айтқан кезде енді бір несі бар, қалай айтсам екен, бір лайықты бір термин таба алмай отырмын да, бірақ өте неприятный нәрсе, былайша айтқан кезде, ол сол пансионаттың қабырғасында оқып жатқан шәкірт балаларды, жас балаларды базарға апарып қайыр тілету. Ол өте сорақы нәрсе, былайша айтқан кезде. Табару деген нәрсе бар бұл жерде. Олар енді табару деп айтады. Енді олардың айтуы бойынша біз бұл жерде мысалы қалай қайыр тілейді? Балалар базарға барғаннан кейін сол жақта сауда жасап, картошка, морковь мысалы сатып тұрған адамдарға барып, біз медреседен келген едік, осындай қайырымдылық бізге көмек көрсетсеңіз деген сияқты қайыр тілейді кәдімгі. Енді олардың айтуы бойынша мысалы сол саудагер адам бір пияз беретін болатын болса, сол медресеге, пансионатқа сол пияз беру арқылы өзін тозақтан құтқарады, сен соған себепкерсің деген нәрсені балалардың миына мысалы құйып тастайды.
одан кейін бала шынымен сол нәрсені құйып тастағаннан кейін барады да сол қайыр тілейді. Мысалы былайша айтқан кезде текті, интеллектуальный, білімді бір жастарды қоғамда қалыптастырудың орнына былай бір шетінен қарасаңыз қайыр тілеуге үйретіп жатыр ма деп тағы да бір ойлап қоясың. Мысалы бұл нәрсе енді вообще былайша айтқан кезде өте шектен шыққан нәрсе. Ал енді кәдімгідей ханафи мазхабын ұстанады, дәріптейді, бірақ мына ақида мәселесіне келген кезде осындай бір тұстары бар. Рабыта, шектен шығу, ұстаздарын дәріптеу деген сияқты. Одан кейін ол өте былайша айтқан кезде жабық ұйым, өте закрытый былайша айтқан кезде. Ішінде тек қана өздерінің, мысалы сіз діни білім оқығансыз, мысалы сіз юристсіз да, сіз юристсіз, юридический дипломыңыз бар да, бір компанияға барасыз да, өзіңіздің қызметіңізді ұсынасыз, қарайды, резюмеңізді қарайды, дипломыңыз қарайды, жақсы, молодец, кел, бізге осындай жақсы маман керек деп сізді алады жұмысқа. Оларда мысалы діни жабық ұйым болып тұрып, мысалы мен діни білімім бар, дипломым бар, ол жаққа жұмыспен кіре алмаймын, жұмысқа кіре алмаймын оларға. Неге десеңіз, олардың изначально поэтапно оқытатын өзінің жүйелі кітаптары бар. Сол кітаптары барып бітіргеннен кейін Қазақстанда 2-3 жыл оқығаннан кейін 4-5 жылдан Түркияға барып, сол жақта аяқтап келесің. Одан кейін барып қызметке орналасасың. Қызметке орналасқанда барып медресеге, мешітке, бір жақ діни басқармаға емес, а именно осы пансионатқа барып қызметке тұрасың. И олар да былайша айтқанда қарайды, склонность, мысалы орыс тілді кішкене склонность болатын болса, онда сені кішкене мына северға қарай жібереді, болмаса Россияға жібереді деген сияқты. Олар сонда соншалық қанатын жайған. Соншалық қанаты жайған, ол рас, оны бүкіл әлемде дамыған. Россияда әжептәуір үлкен неде пансионаттар өте көп, Монғолияда көп, Қырғызстанда да көп, Қазақстанда да көп. Сол сияқты қарайды, потенциалын қарайды, былайша айтқан кезде. Қай жаққа қарай бейім болсаң, сол жаққа қарай қызметке барып сені жөнелтеді. Ал енді сырттан кәдімгідей діни маман келіп, ол жақта сабақ бере алмайды ешқандай да. Тек қана өзінің ұстаздары, өзінің былайша айтқан кезде құдығынан су ішкен, өзінің тәлімін, тәрбиесін алған адам ғана сабақ бере алады. Мысалы үйленушілер деп прям системамен сізге айтады, армейский система ол жерде. Прям армейский система. Ол жақта мысалы мен білем, біраз жігіттерді, бір қызығы мен таң алатын, жаңа мен біраз көп жігіттерді танимын, сол салада қызмет атқарып, ұстаздық деңгейде білім алып, содан кейін сол жақта енді келіспеушілік болып, мүмкін отбасылық жағдайға социальный вопростар шешілмеді ме екен, сол жақтан шығып кеткен біраз жігіттерді танимын, сол жүйеден. Сөйлемеушілердің де, гүленшілердің де жүйеден шығып кеткен азаматтарды танимын. Еш уақытта, еш қашан олар жайлы былайша айтқан кезде не ешқандай да бір, қалай айтсам екен, бір жақсы сөзді, жаман сөзді айтпайды. Ол мәселені мен зерттедім. Неге десеңіз, мынандай полностью ана мысалы Осман деген кино бар, қазір жүріп жатыр ғой, восстановление Османской империи. Сол жақта байқайсыз, мысалы несіне, өзінің әулетіне қарсы шыққан адамды ссылкаға жібереді, былайша айтқанда. Кәдімгі жерге ұрып, ссылкамен позормен шығарып жібереді. Бірақ жылдан кейін ол қайтып келеді еліне. Сол сияқты да бұл жерде кәдімгі ортаға алып, ортадан шығарып жібереді, ссылкаға жіберген сияқты. Ана жігіт кәдімгідей өзінің біраз жыл күнәһар ретінде сезініп жүреді. Мен сол ортаға лайықты болмадым деп сезініп жүреді. Енді ойлаңызшы, не деген идеология адамды өзі топтық қауіп қой жердегі мәселе. Тура осындай нәрсе жерде. Адам өзін біраз кінәлі болып сезініп жүреді. Хотя былайша айтқан кезде элементарный өзінің правасын мысалы талап еткен шығар ол жерде. Гүленшілерде де тура сондай система. Екеуі де сырттай басқарыла ма бізде? Негізгі жаңа мен айтып отырмын, негізгі директорлар әлемдік деңгейде Түркияда отырады. Ал енді әрбір неде регионда, әрбір мемлекетте өзінің региональный кәдімгідей директорлары болады. Әр фирманың региональный директоры болады ғой. Пепсидің, коланың деген сияқты. Тура сондай региональный директорлар болады.
мысалы енді бұлар не үшін айтып отырмыз, шын мәнінде бұлар жабық ұйым болғаннан кейін ауыздарынан еш уақытта мынау мешітке барыңдар, мешітке имамды тыңдаңдар, діни басқарманың қарамағында жүрген барша ұстаздар ол біздің ұстаздарымыз деген нәрсені еш уақытта естімейсіз олардан. Тек өздері оқитын бір-екі кітаптары бар, бір-екі шейхтары бар, ұстаздары бар. Бұл сол төңіректе ғана шектеліп қалады. Бұл бір үй ішінен үй тігу. Тура осы үй ішінен үй тігу деген нәрсе тура осы жайлы деп айтылса керек. Ертең мысалы оларда жалпы сүлейменшілер ғана емес, сәләфиді аламыз, гүленшілерді аламыз, сүлейменшілерді аламыз, қай-қайсы да ертең қанат жайып кәдімгідей үлкейетін болатын болса, көбейетін болатын болса, олар бізге бір діни басқарма, жеке діни басқарма керек деп айтады. Мысалы, біздің өзіміздің діни басқармамыз керек деп айтады. Бәсекелестік сипаттар байқалады. Ол однозначно, ол только вопрос времени, былайша айтқан кезде. Мысалы, мен бір мемлекетті айтпай қойын, мүмкін көрермендер жақсы білетін шығар. Бізден алыс емес бір мемлекетте екі діни басқарма бар. Причем біреуі сәләфилік бағытта, біреуі хабашидік бағытта. Екеуі былайша айтқан кезде кезінде Англияның қолдауымен противовес создавать етілген бір организациялар ғой былайша айтқан кезде. Бірақ екеуі бір мемлекетте діни басқарма болып отырды олар. Олар мен сізге айтайын, бір-бірін жамандаған кезде хұтпада тұрып бір-бірін жамандайды. Бір уақытта, бір жұмада, бір қасиетті күнде мысалы. Ертең біздегі осы ағымдар көбейетін болатын болса, олар кеңейетін болса, қанаттарын жайып жіберетін болса, оларды бізге де бір діни басқарма жеке керек деп айтады. Өздерінің көсемдерін қоя бастайды. Сол кезде жағдай өте қиын болады негізінен. Құдай Алла оған жеткізбесін. Жалпы мен көп осы діни ұйымдар болсын, көп жамағаттар түсіне бермейді. Централизованность деген нәрсе өте керемет нәрсе жалпы. Мысалы, бізде бір діни басқармалар болатын болса, Қазақстанда бүкіл медреселер, бүкіл мешіттер мыңдаған, бүкіл имамдар, ұстаздар барлығы бір діни басқармаға бағынады. Бір жерге бағынғаннан кейін, централизованность жалпы болғаннан кейін, өзіңіз жақсы білесіз, ол жерде бар даму да болады, ол жерде дін де дамиды, мәдениет те дамиды, өркениет те дамиды, барлығы дамиды. Ал енді бір-біріне ешқайсы бағынбаса, бір-біріне ешқайсы тыңдамаса, құлақ түрмесе, өзіңіз ойлаңыз, тек қана бардак болады былайша айтқан кезде. Сондықтан Аллаға сансыз шүкір деп айтайын, бізде централизованность бар, Алла Тағала осыдан бізді айырмасын. Мысалы, мен бір қызықты айтайын сіздерге, мен осыдан бір жыл бұрын Америкада болдым. Америкада 8 штатында болдым. Сөйтіп Вашингтон қаласында айт намазын оқыдық және жұма намазын оқыдым Вашингтон қаласының мешітінде. Сол кезде организаторларға хабарласып айттық, айт намазын имамнан біліңіз, біз сол уақытқа қарай барайық деп айттық. Сөйтсе, бізге обратный связь, айт намазы қателесіпсің, 9 деді ма, 10 деді ма, сондай деп айтты. Енді бізде ерте оқиды, білесіз, күн шыққандан көп ұзамау керек уақыт. 5-6 ма деп ойлап отыр едім, жоқ, 10 да деді, қателеспей, 9 деді ма екен. Кеш, в общем. Сол уақытта бардық, айт намаз әлі басталмаған екен, имаммен сөйлестік, Мысырда оқыған кісі екен. Қарсы алды, жақсы әңгімелесіп, сөйлесіп, сосын мен сұрадым ол кісіден, үшін айт намаз кеш десем, сөйтсем, бұл уже былайша айтқан кезде екінші партия екен оқып жатқан. Таңғы 5-те бір жамағат оқып қойған екен уже айт намазын. Ендігі намаз 10-да. Жұма намазы тура солай 12-де оқиды, 2-де оқиды. Бір таң қалған. Неге дейсіздер ғой? Неге десеңіздер, кәдімгі мысалы бізде Алматы орталық мешітін алсаңыз, бізде Аллаға шүкір ішіне 2-3 мың адам сияды. Сыртын есептеген кезде 5 мың адам болып кетеді. Бірақ ешқайсысы намазға келмеңдер деп айтпаймыз ғой. Әр жұма, әр мұсылман адамға парыз, оның барлығы біледі, келеді, оқиды. Енді сәл мынау сыю жағынан проблема бар. О жағынан бізге местный администрацияда көмектеседі, көшені былайша айтқанда отцеплять етеді. Біз де өзіміз қызмет атқарамыз, адамдар көшеге шығып кетпес үшін. Бірақ барлығын сыйғыздыруға тырысамыз. Мысалы, шетелде, Америкада дәл сол уақытта мен байқағаным, жамаға сыртқа шығып кету қаупі олар үшін өте, былайша айтқан кезде опасный нәрсе екен. Местный администрация прям талап етеді, жамағат келген жамағат мешіттің ішінде оқу керек, сыртқа бір адам шықпау керек деген нәрсені талап етеді екен сөйтсе. Не үшін десеңіздер, кәдімгі демонстрация, жамағаттың сыртта оқу демонстрациясы местный американецтерға, местный администрацияға, властьтарға
кәдімгідей үлкен бір не сияқты проблема сияқты оларға. Қорқыныш ұялата ма білмеймін, бірақ кәдімгідей олар соны проблема көреді. Сондықтан жұма намазын да, айт намазын да үлкен осындай праздничный намаздардың барлығын бірнеше уақытқа бөліп тастайды. Мен Аллаға шүкір дедім, бізде Аллаға шүкір ондай проблема жоқ. Бәрі діни басқарма бар, централизованность бар, мешіттердің барлығында жұма намазы оқылады, айт намазы оқылады, азан шақырылады. Үлкен Алланың нығметі, Алланың үлкен нығметі дедім. Сондықтан біздің жамағатқа да осыны жалпы айтып жүру керек пе деп ойлап қоямын кейде. Алланың нығметін жалпы бағалау керек. Жақсы, енді бағана сүлейменшілер тақырыбынан қозғап кеттік қой. Енді сіз айтып кеттіңіз, ол бір өте жабық ұйым деп, сырттан адам кіргізбейді тек, бірақ балаларды қайыр сұратуға жібереді, тағы да басқа біреуге алақан созғады деп жатсыздар. Оларда бала қайдан шықты сонда? Олар қалай тартады мысалы? Және олардың жас ерекшеліктері қандай? Мысалы енді басқа топтарды енді қарастырсақ, мысалы бір жас ерекшеліктері мысалы көбіне ересек адамдарға бағыттайды, кейбіреулер мысалы кішкентай кезден бастап тәрбиелейтіндер бар. Дәл осы сүлейменшілер қандай бағытқа мысалы өзіне тең қояды? Мысалы көбіне кішкентай балалармен айналысады, әлде жасөспірімдермен бе? Түркияға жіберіп оқытып алады деп жатсыздар. Ол демек бір білім жасындағы балалар ғой. Бірақ діни мекемелерде жаңағы діни бірлестік деп тіркелмеді бұлар. Қайырымдылық қоры, пансионаттар, жатақхана деп өзінің жастарына тартты. Кейіннен шықты, резонанс видеолар шығып кетті әлеуметтік желіде. Оның ішінде жаңа дін үйретеді екен, намаз үйретеді екен, Құран үйретеді екен деген сияқты жаңа резонанс тудыратын үлкен видеолар шықты. Ақпараттар қазір жүр әлеуметтік желіде. Бұның өзі неге апарады? Бұның өзі былай айтқан кезде діни бірлестік заңын белшесінен басу. Яғни бізде Қазақстанда арнайы егер жаңа Үрсеген айтпақшы миссионерлік қызмет атқаратын болса, кез келген жаңағы мекеме барады да мемлекеттік тіркеуден өтеді міндетті түрде. Сосын заңнамалық принциптерге сай мемлекеттің заңының шеңберінде өзінің дінін насихаттайды, миссионерлік қызметін атқарады. Ал бұл қаншалықты заңды? Қайырымдылық қор деп тіркеледі, пансионат деп тіркеледі, жатақхана деп тіркеледі, бірақ оның ішінде діни аспектілер, процестер жүзеге асады. Соның ішінде тіпті жаңа резонанс видеолар жүр ғой, жаңа фиқи мәселесінде келеді, мысалы жұма уағыздарының өту процестері байқалған. Мысалы кішігірім намазханаларда, жатақхананың ішінде сол өздеріне тән шәкірттері, діни монополия дейміз ғой, жаңағы жабық бір мекеме. Жабық бір мекеменің ішінде бір имамның болуы, ұстаздардың болуы. Сосын ол жерде кәдімгідей жұма хұтпаларының болуы. Сол жерде пансионатта жатқан шәкірттерден кейін сол пансионаттан арыз жазып, жаңағы мемлекет тараптан бақылау болғаннан кейін пансионаттар жабылған жерден шыққан шәкірттердің айтуы бойынша кәдімгідей хұтпа, екі азан шақырылып, жаңағы уағыз насихаттар. Ол жерде жастарымызға қандай тәлім тәрбие беріліп жатыр, қандай мақсатта уағыз насихаттар, қандай тақырыпта болып жатыр. Бұның баршасы жалпы не? Жабық құрылымда. Бұл алаңдатушылық туындады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да нақты осы сүлейменшілерге деген ұстанымында толықтырып кететін болсам. Бұл дәстүрлі емес діни ағым деп нүктесін қойған. Ресми уағызшыларымыз да жалпы сүлейменшілердің өзіне тән ислам тану және дін тану мәселесіне талдау жасап, фиқта жаңағы Үрсеген айтпақшы ақидадағы қателіктерін айтты. Яғни бұл Қазақстан мұсылмандарының, соның үшін әли сүнна наным сеніміне де қарама-қайшы әрекеттер. Робота мәселесі, шектен шығу мәселесі, Құранда аятта келмеген. Бір жеке тұлғаны пайғамбарлық дәрежеге дейін көтеріп қою нәрсесі. Мұның баршасы біздің ұстанымымызға қарама-қайшы. Екіншіден фиқи мәселеде жаңа айтып отырмын ғой. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзіне тән жарғысы бар. Регламенттелген жарғысы бар. Ол жарғыда нақты Қазақстан мұсылмандарының ресми мешіттерінде мүфти рұқсат еткен жерде ғана жұма намазы, айт намаздар оқылады. Ал біз нені байқап отырмыз, шығып кеткен жаңағы резонанс тұрған видеоларда жұма намазының өткендігі. Бұл біріншіден діни алауыздық қалып келетін жағдайлар. Қазақстан мұсылмандарының бірлігіне сызат келтіретін үлкен жаман жаңағы қастерлі қауіп дамылдар. Екіншіден жастарымызды оқшаулау. Жаңа топтыққа тәуелділік жасау. Топтыққа тәуелділік мәселесі. Сосын бір жабық қоғам ретінде жеке өзіне тән бір діни бірлестік сияқты өмір сүру.
бұдан бір нақты тікелей болмаса да бір жаңама ретінде Қазақстан мұсылман діни басқармасы менсінбеушілік байқаймыз. Иә, солай емес пе? Сондықтан екіншіден мәселе, ол жердегі мысалы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жұма тақырыптарына қарап отырсаңыз, бір жылдық тақырып беріледі, және де ол muftiyat.kz, azat.kz деген сайттарда толыққанды шығады. Мысалы бүгінгі болатын жұманың тақырыбы мынандай болады. Яғни кез келген ресми мешітке барушы жамағат сол сайттарға кіру арқылы бүгінгі уағыздың толық құрылымын электрондық форматта оқып шыға алады өзі. Тура сол регламентте, тура сол мәтінде ешкім менің ойымша деп субъективті ойын қоспастан, эмоцияға берілместен имамдар сол минбарда тұрып сол уағызды өткізеді. Бірақ уағыздың тақырыптары регламенттеліп алдын ала уағыз насихат секторы бар бізде. Сол уағыз насихат секторіне жауапты мамандар алдын ала бүкіл Қазақстанға жібереді. Яғни бұл жерде ешқандай бір жасырын, ешқандай бір жабық нәрсе жоқ. Сүйменші жамағаттармен салыстырған кезде. Сондықтан Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасын менсінбеушілік, сосын жарғыны белшеден басу, сосын ар жағында мемлекет тарапынан діни бірлестік заңнамалар актілерін қабылдамау мәселелері. Оның баршасы не? Үлкен діни алауыздық алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл діни монополия. Жаңа бізден ғана Құран үйрену. Жаңа өзіңіз айттыңыз, жастарды тартудың ең бір тиімді құралдары исламның қасиетті болған ұғымдарын өздеріне бір ұран ретінде ұстау, ту ретінде ұстау арқылы. Мысалы, жаңа жоғарыда айттық қой, таза пайғамбарымыздың кезіндегі дінге келген кезде, дінді үйренген кезде бізге кел деп жаңағы сәләфиялық, уахабиялық ағымдар шықты. Біз мүшриктен тазартамыз, бидғаттан, жаңалықтан тазартамыз деп. Мына жақтан таблиғи жамағаттар келді. Пакистаннан, Бангладештен. Біз пайғамбарымыздың заманда. Сол кезде қарап отырсақ, мысалы қазіргі уақыттың өзінде Ханафи мазхабының ішкі құрылымында қарапайым халықтың өзі түсіне бермейтін біраз ерекшеліктер пайда болды. Неге? Мысалы айтып отырық, қазіргі уақытта түрік жамағаттар. Түркиядан келген дәстүрлі емес діни ағымдар. Сүлейменші, нұршылар, гүленшілер деп отырмыз. Бұл жамағаттың жаңа геолокациясына қарайтын болсақ, келген жердегі Түркия жамағаттарынан келген. Оның біразы тіпті террорлық ұйым ретінде айыпталған. Мысалы гүленшілер жамағаттар. Олар жалпы несімен көзге түседі, бұл саяси алаңда ислам дінін билікке жету құралы ретінде пайдаланған. Бұл жалпы исламның асыл концепциясына қарамайынша. Сондықтан бұл жерде мәселе сол бізде ғана Құранды жаттатамыз, тәжвид үйретеміз деген сияқты Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасымен бәсекелесу арқылы. Яғни бізде ғана, яғни дінді монополия процестер. Яғни бізден ғана жақсы үйренесің, бізден ғана таза дінді үйренесің деп, енді жаңағы өздерін сүлейменшілер сопылық жолындағы жаңағы Нақшбандия тарихатынан біз деп таныстырады, дегенмен де біраз қарама-қайшылықтар бар. Кейіннен 5 уақыт намаздарға да жаңа келіспеушіліктерін білдіреді. Мысалы, сол шәкірттердің айтуына қарағанда, сол пансионаттағы мысалы 5 уақыт намаздың уақыттары сол ұстаздың, болмаса сол жақтағы имамның қолының босауымен тығыз байланысты. Мысалы, бізде 5 намазы кіріп кететін болса, егер ол ұстаз кешігіп келетін болса, мысалы бізде асыр намазының уақыты болып кететін болса, олар сол ұстаздың біздің уақытымызбен асыр намазына келген болса, бәрі 5 намазына азан шақырылады. Осындай мәселе. Ортақ уақытқа бағынбай ма сонда? Иә, бұдан не шығып тұр? Енді тікелей бағынбаймыз деп айтпаса да, жанама түрде, яғни біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан 5 уақыт намаздың уақыты бекітілді ме, осыны қабылдама процесі бар. Элементтер көрініп тұр. Әрекетпен. Иә, элементтер көрініп тұр. Демонстративно қабылдамайды. Осындай мәселелер. Яғни бұның баршасы қарап тұрсақ, ахли сунна амалдарына да діни наным сенім, соның ішінде Қазақстан мұсылмандары діни басқарма ұстанымына да қарама-қайшы әрекеттер. Сондықтан кез келген жатағым болсын, өзінің жамағатының санын толтыруда міндетті түрде ислами құндылықтарды, қасиетті тақырыптарды қолдану арқылы өзінің топтарын толтырады. Яғни өздерінің жақтастарын жинайды. Енді қараңыз, бұл жердегі мәселе, ана бір жолдарда бір осындай бір кішігірім подкастта болдық. Осы түрік жамағаттары, мысалы сүлейменшілер.
ханафи мазхабы айтып отыр ғой, ерекшеліктер пайда болды деп. Мысалы оңтүстік Азиядан келген, Пакистаннан келген диабаншылардың кейбір мәселедегі шариғи үкімдеріне қарайтын болсақ, консервативті үкімге қарай қатты мән берілген. Мысалы, музыканы абсолютті түрде харам деу. Сонымен бірге әйел жамағаты, әйел адамның қоғамдағы орнының төмендетілуі, шектелуі, олардың жұмыс істеуі, оқуға тыйым салыну деген сияқты. Яғни ханафи мазхабы диабаншылар консервативті үкімге жақын. Көрдіңіз ба? Мына жақтан түрік жамағаты ханафи мазхабының негізінде. Бірақ бұлардың да бір қарама-қайшылықтары бар. Сондықтан да қазір қарапайым халық шатаспас үшін Алла Тағала Құран кәрімде бізге нақты принципті бекітіп берді. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар. Қазіргі уақытта Қазақстанға исламға жауапты, ислам деген үлкен маңызды жүкті аманаттаған руханияттың мінберіндегі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Ол кеше ғана пайда болған діни бірлестік емес қой. Соның басы жаңағы 43 жылдардан басталады. Кейін 90-шы жылға ғана дербес муфтият биыл міне Алла қаласа 35 жылдығын атап өтіп отырмыз. Осы аралықтарда қаншама діни концепциялар, қаншама Қазақстан платформалар. Мысалы, Қазақстан платформасы нақты бекітілді. Қазақстанда нақты фиқхта ханафи мазхабы, ақидада діни наным сенімді имам матурidi мектебі деп нақты өзіміздің позициямызды нақтыладық. Діни бірлестік заң преамбуласында да екі дінге акцент беріліп тұр. Қарасаңыз, ханафи мазхабының негізінде. Бұның баршасы кеше ғана ойлап шыққан нәрсе емес қой. Бұл біздің қазақтың тарихындағы ежелден ғасырлар, мыңдаған ғасырлар бойы қалыптасып қалған ханафи мазхабының негізінде құрылған өзіміздің мәдени салтымыз бар. Енді мына жақтан түрік жамағаттар келіп жатыр. Мына жақтан Саудияға жалтақтайтын жамағаттар бар. Бұлар қаншалықты қазақтың менталитеті мен мәдениетіне жаны ашиды. Солай емес пе? Бұл жердегі мәселе жаңағы панарабизм деген сияқты, пантуркизм деген сияқты Рүсеген бір терминді айтып қалды ғой. Расында осы нәрсе бар. Мысалы, түрік тіліне деген қызығушылық. Оның не үшін Стамбулға жіберіледі мысалы? Стамбулда қандай насихаттар айтылады, оған қандай жоспарлар бекітіледі? Біз бейхабармыз. Яғни сырттан басқарылу үрдісі. Бұл біздің тек қана мұсылманның бірлігіне ынтымағына емес, жалпы мемлекеттің тұрақтылығына үлкен қауіп қатер. Яғни дестабилизацияға апаратын бірден бір элементтер, құралдар. Сондықтан осы мемлекет құзырлы органдары, дін істер басқармасы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жалпы осы жолда әлі де тереңірек ғылыми зерттеп, осы түрік жамағаттарының нақты классификациялап, біздің осы Қазақстан мұсылмандарына, қазақ қоғамына келтіретін зияндары мен аспектілерін нақты шығаратын кез келді. Жақсы, сырттай басқарылады деп қалдыңыз ғой бағана осы жамағат. Енді соның ішінде мына ақпарат енді шыға бастаған соң бізде де енді шықты ғой, талай информациялардың бәрін қарай бастадық. Бағана сол пансионаттар дегенді назар аударып қарай бастадық, бір жатақханаға ұқсайтын жерлер екен. Енді бала тарту мәселесін бағана айтып кеттіңіздер. Енді бұлар сырттай басқаруға келетін болсақ, енді мына ақпараттарда мынандай көріп қалдым, Әлихан Күріш деген кісінің есімі жазылған. Ол солардың жалпы ортақ басшысы ма бағанағы осы жүйенің? Бұл жауы кісі қателеспесем, енді ол доступный нәрсе былай, енді ақпараттан. Доступный ақпарат былай любой адам тексерсе қараса да болады. Ол кісі сол сырттағы Түркияда отырып, бүкіл әлемдік деңгейде басқарып отырған тұлға. Сүлейменшілер жамағатын. Сүлейменшілер жамағатын басқарып отырған кісі. Жаңа айттық қой, әр региональный директорлар болады. Әр өңірде, әр қалада. Ал енді солардың үстінен қарап отырған адам, сіз айтқан адам Түркияда отырады. Жалпы айтқан бас директор. Бас директор ғой, былайша айтқанда. Үлкен компанияның бас директоры сол кісі ғой, былайша айтқанда. Сол. Олардың мақсаты қандай сонда бізге кірудегі? Жалпы енді екінші мүфтият дейміз, басқарма құру ма, әлде бір билікті қолға алу ма? Енді мына Сүлеймен Хилми Тунаханның жалпы өмірбаянына қарайтын болсақ, Саид Нұрсидің өмірбаянына қарайтын болсақ, одан жаңа бөлініп шыққан оның ізбасарлы Фетхулла Гүленнің жалпы тарихын дінтанулық талдау жасап көретін болсақ, бұлардың баршасы жаңағы Сүлейменнің өзі ұлты түрік дін ғалымы, 1888 жылдар дүниеге келген, 1959 жылға дейін өмір сүрген, яғни Осман империясы кезінде өмір сүрген. Қарап тұрсақ, қатардағы бір кішігірім рядовой мұсылман емес. Бұл кісі үлкен жаңағы Фатих деген медреседе білім алған.
сол кездегі Осман империясындағы білікті медреселердің бірі. Кейіннен 1914 жылдары Дарул Хилафатул Алия деген үлкен ислам орталық институтында, ислам білім орталықтарында сол жерде тамамдап, және сол жерде сабақ берген. Кейін Осман империясы құлайды. 1924 жылдары жаңа өзімізге белгілі Ататүріктің реформасы биліктегі. Жалпы дінге ресми түрде тыйым салынды. Сол кездерден бастап бұлар астыртын, жасырын үрдіске қарай көшті. Яғни Құран үйрету деген желеумен медреселер ашты, пансионаттар ашты. Жалпы бұл үрдіс әлі күнге дейін еш өзгеріссіз жүр. Яғни бұлар енді дегенмен де жаңағы өсіген айтпақшы Америкада да, мына шығыс, таяу шығыста, Корея жақтарда, Жапон мемлекеттерінде өзінің жаңағы филиалдары өте көп. Енді бұлар жалпы ол кісіге лично біз былайша айтқан ештеңе дей алмаймыз ғой енді. Ол кісі өз уақытында дінге қызмет еткен үлкен ғалым кісі. Кейінгі шәкірттері былайша айтқан кезде дін тарапынан қарасақ та, діни көзқараспен қарасақ та шектен шығып кетті. Мен былайша айтқан кезде рядовой мұсылман ретінде қарасақ та өзара оқшаулану процестері өте көп. Сол жағынан біз келісе алмаймыз. Ал енді бағанағы осы тарихи кісі ғой енді осы бағана айтып кеткеніңіз. Сонда бұлар сол жеке басқа табынушылық басым болып тұр ма, сонда қалай мысалы? Әлде екінші бір пайғамбар санай ма бұл кісіні? Енді ол да мүмкін, тіпті жаңа Саид Нурсидің өзін Махди дәрежесіне көтерген ізбасарлары бар. Бұл енді аспектілерді исламтану, дінтану мамандарына керек нәрсе ғой, бірақ қарапайым халыққа біз түсінікті болу үшін жаңа айтып отырып қой, саяси мүдделері бар ма бұлардың, әлде жоқ па дегенде, жалпы енді қарайтын болсақ, мысалы қазақтың жастарын оқшаулап тәрбиелеу арқылы болашақ элитаны қалыптастыру. Мысалы Сүлейменшілердің жаңағы ізбасарлары дейміз, Сүлеймен шейхтің ізбасарлары, мысалы Әділет партиясы. Соның ішінде жаңағы билікте өздерінің адамдарын отырғызу процестері көзге түскен. Әлеуметтік желіде тұр ол нәрселердің бәрін ешкім жоққа шығарамайды. Яғни былай айтқанда саяси мүдде бар. Қанша жерден мысалы осы түрік жамағаты болсын, кез келген жат ағым өкілдері болсын, осы Қазақстанда жүрген, түбі баршасы біреуі халифаттан аңсап жүр, біреуі зайырлықтың толық жойылғанын аңсап жүр, біреуі жаңағы жастарды тартып өзінің діни идеологиясын сіңірту арқылы болашақ элитаны тәрбиелеу. Сол арқылы кейін белгілі бір мүддеге ие болу. Сол сияқты жаңа 2016 жылы террористік ұйым болып саналған мысалы үйреншілердің өзі осы исламды біз білім жағынан, инновация жағынан, экономика жағынан, бизнес жағынан, математика, физика жағынан насихаттаймыз деген жалаумен, желеумен мысалы үлкен төңкеріске апарғандығын байқаймыз. Осындай нәрселерді біз жоқ деп айта алмаймыз. Ақиқатында мысалы қандай діни білімді таратушы басқа дәстүрлі емес діни ағымдардың саяси мүддесі жоқ деп те айта алмаймыз. Бәрібір қауіп-қатер бар бұдан. Жақсы, енді мына подкаст барысында неше түрлі топтарды, жамағаттарды енді сөз етіп, аттарын атап шықтық қой. Енді бір сұрақ, енді дәл қазіргі уақытта қайсының ықпалы жоғары және былайша айтқанда қайсының бір қолында бір күш бар? Осы жат ағымдардың діни емес, дәстүрлі емес жат ағымдарды айтып шықтық қой. Соның қайсында мысалы бір ықпалдырақ? Меніңше енді барлығы бірдей сияқты. Қай саладан соған байланысты шығар ол? Қай саладан мысалы ықпал? Медиа, портал, діни уағыздау ма, діни насихаттау ма, әлде бір бизнес саласы ма, жаңа өзіміз айтпақшы. Экономика саласы ма? Мысалы сәләфилерді алатын болсақ, именно мына Мадхали бағытын алатын болсақ, идеология жағынан шынымен олар бұрынғыдан қарағанда әлсіреді. Неге десеңіз, бұрын мировой енді державалардың өзі, Сауд Арабиясының өзі миллиардтаған ақша құйды осы проектке. Ол енді жасырын емес, барлығы біледі. Ал енді бүгінгі таңда Сауд Арабиясының ситуациясы өте басқа. Өздеріңіз жақсы білесіздер, ғалымдардың көбісі түрмеге отырғызылды. Жақында шейх Раби Мадхали қайтыс болды, мысалы сол жақтағы көсемдерін айтып отыр. Және Сауд Арабиясының позициясы бүгінгі таңда өте білесіздер, либералистік позицияны ұстанып отыр. Бүгінгі таңда футбол, бокс, бүкіл мировой развлечениялардың барлығы сол жақта бар, жоқ емес. Сондықтан мынау идеология жағынан Мадхали сәләфилер қазіргі таңда
әлсіреді десек болады. Бірақ бұлар әлсіреді деп бізге әлсіреуге болмайды. Дегенмен барлық ағымдар былайша айтқанда бізді орысша айтқанда должны настораживать. Себебі қай-қайсы да болса да өте қарапайым простой ағым емес негізі. Біз өз жамаатымызға дұрыс жақсы деңгейде білім беру керекпіз. Келген жамааттың баршасына көңіл бөлу керекпіз. Олардың сұрақтарына толыққан жауап беру керекпіз. Біз өз қызметімізді атқарып та келе жатырмыз, атқарамыз Құдай қаласа. Ал мына ағымдармен енді шын мәнінде бер кезінде былайша айтқан кезде күресу керек сияқты. Себебі мен кейде былай таңғаласың, ішінде өтірік, былайша айтқанда өтірік пропагандалар өте көп ішінде. Бірақ мысал айта кетейін, мысалы сәләфилердің ішінде мынау Назратул Абу Мариямның үлкен көсем бар. Сол кісінің лекцияларын тыңдасаңыздар, мысалы мынандай нәрсе бар, байқайсыздар. Ол кісі осы діни салада 20 жылдан астам жыл қызмет атқарып келе жатырмын және білім алып келе жатырмын деген сөздері бар. Сол сөздердің бірінде мынандай нәрсе бар. Мен пәленше кітапты Бухарида ана ғалымнан бітірдім, Муслимді ана ғалымнан бітірдім, мына ғалымда отырдым деген сияқты цепочкалар бар, сәнаттар барлығы менде бар деп айтады. Кейіннен енді белгілі бір себептерге байланысты бір шәкірттері сол жаққа барып, сол ұстаздарынан сұрап, сөйтсе жаңа ұстаздары сол кісіні танымайтындай болып шықты. Ол кісіні мен танымаймын деген, енді оның бәрі неде тұр, ютубта бар. Ол кісіні танымаймын деп айтады. Енді сол шәкірттері келгеннен кейін связьға шығып Назратулламен сіз өйстіп айтып едіңіз ғой, сізді осындай шейх танымайды ғой деп сұрақ қойғанда ол кісі Назратул Абу Марим былай деп айтады. Жалпы дейді, орысша айтып отыр ғой енді, ол кісінің айтуы бойынша там произошла оговорочка деп айтады. Мен ол кісіден талап етпедім, мен кішкене шатастым, қателестім, оның орнына есесін оны мен мына кітаптарды бітірдім деп айтады. Былайша айтқан кезде өзінің цепочкасын айтып отыр да, ғалымдардан осындай кітаптарды бітірдім, кейіннен қателестім, бітірмедім, мен басқа ғалымдан бітірдім деген нәрсені айтады. Ал біз өте жақсы білеміз, жалпы цепочка деген нәрсе, ол қателесу деген нәрсе, оған цепочка деген нәрсе, ол сәнат деп айтады, жалпы шариғат тілімен айтқан кезде. Ол мынау адам ондайда қателеспейді. Мысалы адам Құран мен хадисті шатастыра алуы мүмкін. Хадис пен ғалымның сөзін шатастыра алуы мүмкін. Сөйлеп жатқан кезде. Бірақ енді сәнатын адам ни за что шатастыра алмайды. Оны мынандай нәрседе, мысалы сіз мен көп жігіттерге түсіндірдім, айттым, соны сәләфи жігіттерге де айттым. Мысалы сен всю жизнь школда былайша айтқан кезде 2 мен 3-ке оқисың да, 2 мен 3-пен бітірдің да, мектепті үйтіп бітіріп, басқа жаққа колледж университетке түсіп, балалардың барлығына мен мектепті қызыл дипломмен бітірдім, алтын белгімен бітірдім деп айтасыз да. Сөйтіп сіздің ауылдан біреу келеді, біраз уақыттан кейін ол ешқандай қызыл диплом емес, алтын белгі емес, 2 мен 3-ке оқыған бала деп подтверждать етеді, былайша айтқан кезде. Содан кейін бұл келіп айтады да, бала, кешіріңіздер, мен қателестім, мен 5 пен оқымадым, 2 мен 3-ке оқыдым деген сияқты нәрсе. Абсурд па? Абсурд. Адам қателесе ме ондайда, мысалы. Бұл цепочкадан тура сондай нәрсе да. Адам одан қателеспейді. Ол кісі мен қателестім деген нәрсені алдыға тартты да. Сөйтіп мен біраз сәләфи жігіттерге түсіндіріп айтам. Ол осындай нәрсе, осындай мәселені ондай просто діни білімің жетпей тұр. Ал егер сен шариғатты шынымен білетін болсаң, әсіресе мына хадис саласын зерттесең, бұл кешірілмейтін нәрселер жалпы. Ондайда былайша айтқанда не прощается. Ол таза кәззап деген таза суайт, өтірікші деген сөз қазақша айтқан кезде. Так что ұстазың сенің сондай деп біраз жігіттерге айтқам, тіпті кейбір жігіттер қазір мысалы атын айтпай қойын, біраз жігіттер Сауд Арабиясында гидтік қызмет атқарып жүр, мен олармен байланыстамын. Өздері осы фактілерді қабылдап, райынан қайтқан жігіттер көп. Мысалы, ол мәселенің барлығын айту керек. Былайша айтқан кезде, егер оны былай мән беріп қарамасаң, ары қарай да өтірік пропагандасын жүргізіп, ары қарай қызметін жасай береді. Сондықтан өте мұқият болу керек деп ойлаймын. Көп жаңағы Қанекеңді айтты ғой, Алла Тағала Құраннан нақты айтып отыр өзі. Білім иелерінен сұра дейді білмеген нәрселерді. Сондықтан біз жамағатқа да, қарапайым халыққа да айтарымыз,
мешіт имамдары, мешіт ұстаздарынан сұраңыздар, біліңіздер, Құдай қаласа қателеспейсіздер. Енді жалпы бағанан бері айтып жатырмыз, жастардың діни сауаттылығын арттыру жолын, дұрыс жолында айтып жатсыздар, енді кеңес ретінде де айтылып жатыр. Енді қазіргі жастар арасында діни фанатизм мен зайырлықты қалай тең ұстауға болады, осы бір сұрақты қойсам. Орынды сұрақ. Өзіңізге айтпақшы, өзіңіз бағана таныстырғандай, исламтанушы, дінтанушы болғаннан кейін жалпы біз тек қана ислам жағынан шектеліп қалу бұл әділетсіздік болады. Дінтану саласында біліміміз болғандықтан дінтанулық талдау жасау осында отырған әрқайсымыздың міндетіміз, Қазақстан мұсылман діни басқармасының өкілдеріне байланысты. Сондықтан енді үлкен мегаполистарда, мысалы Алматы қаласы, Шымкент, Астананы алып қарайтын болсақ, бұл жердегі мешітте отырған қарапайым молданың өзіне критерийлер, талаптар өте жоғары. Қазіргі жаңағы жоғарыда келтірген Рүсекеңнің жауабына мен бір толықтырып айтатын болсам, мысалы қандай жатағымның мүддесі жоғары деген тақырыптан көрі, қалай біз жастарымызда осы жатағымға төтеп беретін менталитетті қалыптастырамыз деген методика бізге жақынырақ. Осының негізінде біз міндетті түрде дін мен дәстүрді егіз ұғым ретінде өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, отансүйгіштік, адамгершілік деген сипаттағы тақырыптардың санын арттыру мәселесі қазіргі уақытта жақсы, қарқынды жүзеге асып жатыр. Сондықтан бізде сектор өте көп, 11-ден аса секторымыз бар Қазақстан мұсылман діни басқармасында. Соның бірі секторы осы жастар ісі сектор. Бүкіл Қазақстан бойынша жастар ісі сектор әр мешіттерде, әр аудандарда бөлінген, өзі мамандары бар. Жастармен жұмыс жасау өте белсенді. Қазіргі уақытта оларда тек қана діни уағыз насихатымен шектеліп қалып жатқан жоқпыз. Және базовый діни сауат ашу курсымен ғана шектеліп қалып жатқан жоқпыз. Өте көптеген спорттық шаралар, өте көптеген қайырымдылық шаралар, өте көптеген мысалы элементарно зиярат етіп бір қасиет мекендерге бару. Өзіміздің осы Қазақстанда орналасқан табиғи керемет жерлерге барып, жерге жаңағы бірлігімізді, ынтымағымызды дамыту. Сол арқылы жаңағы ұстаздармен, имамдармен ұйымдастыру арқылы сол жерде үлкен насихаттардың айтылуы. Жалпы айтқанда жастарымызда діни білімдерін арттыру барысында өте көптеген шаралар ұйымдастыруда. Осы діни фанатизмнің пайда болу үрдісінің енді диагнозын алып қарасаңызда, діни фанатизмнің өзі діни білімсіздіктен шығады ақиқатында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің үмбетін алтын ортаны ұстанатын үмбет деп Құран кәрімнің аятының негізінде бізге түсіндірді. Яғни екі ортаны, яғни алтын орта дегеніміз ақыретте де, мына дүниені де бірдей тең алып жүретін үмбет. Діни фанатизмнің болмаса қандай да бір амалда шектен шығушы қауым құрыды деп пайғамбарымыздың 3 рет айтқан хадисі бар. Қандай бір амалда шектен шығушы қауым құриды. Сондықтан діни фанатизмнің шығу үрдісі белгілі бір рұқсат етілген шеңберден шығып кеткен кезде болады. Міне сол шеңберді нақты білу үшін кез келген жас сондай бір иммунитет қалыптастыру үшін ода міндетті түрде бір базовый діни білім болу керек. Сондықтан қазіргі уақытта осы салада Қазақстан мұсылман діни басқармасы осы жастар секторы арқылы сіңдіріп жатырмыз. Өткен жоспарлар, бағдарламалар ретінде осы жастармен тікелей жұмыс жасалып жатыр қазіргі уақытта. Екінші мәселе, мына жатағымдардың қазіргі уақытта жастардың дінге деген қызығушылығын пайдалану арқылы мысалы Қазақстанды зайырлы мемлекет ретінде, айтақта зайырлы мемлекет қой, бірақ зайырлы мемлекетті теріс ұғым ретінде сипаттап, мысалы бұл жаңағы кәпірлер мемлекеті деген сияқты ұғымдарға барды. Бұл жерде жаңа конституция құрамымен басқарылмайды. Бұл жерде жаңа зайырлық принциптер сенің діни бас бостандығына шектеу қояды деген сияқты теріс қағидаттар, яғни жалған анықтамаларды беру арқылы өзінің топтарын толтырды. Енді зайырлық принцип мәселесі, мысалы бізде муфтият мәселесінде Қазақстан мұсылман діни басқармасында тіпті жұма уағыздарында зайырлыққа қатысты арнайы уақыт бөлініп, бұл зайырлық дегеніміз не жалпы? Зайырлық принциптердің ұғымы қандай? Зайырлықтың ислам дініндегі орны қандай? Болмаса зайыр мемлекеттегі мұсылманның орны мен міндеттері қандай деген сияқты тақырыпта өте көптеген уағыз насихаттармен осындай отырыстар болды. Яғни бұны қарапайым халыққа насихаттау. Бірақ әлі де осы зайырлық принциптерді қарапайым халық емес, тіпті осы діни мамандарының өзі де кейде жетік түсіне бермейді.
мысалы теологиялық бағытта жүрген дінтанушы мамандардың өзі де кейде зайырлық принциптерді батыс дінтанушылардың анықтамасы ретінде ғана қабылдап қалған. Енді жалпы Қазақстан мемлекеті зайырлы мемлекет. Енді зайырлық дегеніміз ол ешқандай идеологияны қолдамайды. Яғни бұл біріншіден дін мемлекеттен бөлек. Мемлекет дегеніміз бұл жерде үш құрылымда айтылып тұр: заң шығару, сот үкім беру, сосын атқарушы билік. Дін мемлекеттен бөлек. Бірақ дегенмен де зайырлық ол бір мемлекетті басқарудың тиімді құралы. Егер мемлекет мынандай бір шарттарға тәуелді болса, ол полиэтникалық, яғни көп ұлт. Мысалы Қазақстанның өзі 130-дан аса этнос бар. Сосын көп конфессия шоғырланған болса. Яғни расында бізде 18-ден аса діни бірлестік заңда тіркелген. Діни конфессиялар бар. Енді осы зайырлық бұл осы мемлекетті басқарудың тиімді құралы. Баршасына мемлекеттің заңын аттамаса, яғни осы заңның шеңберінде, зайырлық мемлекеттік заңдарының шеңберінде діни ұйым өзінің діни миссионерлік бағытын жалғастыра береді. Маңыздысы не? Мемлекеттік заңдарға ешқандай қарама-қайшы амалдар істелмеу керек. Діни бас бостандық. Ешкім сен намаз оқып жатсың деп тиіп тастамайды. Ешкім орамалын шешіп алып жатқан жоқ. Сондай мәселе. Бірақ жатағымның бірден бір жастарға, дінге қызығушылық білдіріп жүрген жастарға күмән тудыру мақсатында осы зайырлықты теріс түсіндіруде. Міне осы жерде қазіргі уақытта Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасының жалпы уағыз айту үлгісінің өзі, мысалы, тек қана бір жақты емес. Мысалы, ислами шариғатпен шектеліп қалып жатқан жоқпыз. Мысалы, ислами принциптер бар, және осы Қазақстан мемлекетінің зайырлық принциптері бар. Осы екеуінің тоғысқан моделінің негізінде уағыз насихат болып жатыр қазіргі уақытта. Өйткені біз зайырлы қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Бізден басқа да көп ұлт өкілдері бар. Бізден басқа да діни конфессия өкілдері бар. Сондықтан мына ислами мемлекеттердегі 100% ислам мемлекеттердегі пәтуалар, мысалы, белгілі бір мәселеге қатысты Қазақстанда жүрмейді. Өйткені екеуі аспан мен жердей. Біз зайырлы, ол жақ ислам мемлекет. Сондықтан да мына басқа бір ислам мемлекеттерінде білім алып келген кейбір жастарымыз осы жерде шалынып жатады. Келіп сол ислам мемлекеттеріндегі атмосфераны көңіл күйді алып келіп, осы зайырлы қоғамда жаям деп, өкінішке орай не көтере алмайтын жүкті көтеріп белін сындырып 174-ші статьямен 256-шы баппен сотталып жатқандар көп. Көрдіңіз ба? Осындай мәселе бар. Сондықтан қазіргі уақытта жалпы жастарымызға тек қана ислам жағынан ғана, бір жақты ғана шариғи білім беру қазіргі уақытта тиімсіз. Өйткені біз зайырлы қоғамында болғандықтан отансүйгіштік, ата-ананы қадірлеу, жаңа тіліңді, діліңді қастерлеу, ұлттық құндылықтарымыз бар ғой біздің. Міне солардың баршасын насихаттау арқылы жаңа зайырлық принциптермен тоғыстыра отырып жастарды тәрбиелеу болашақта кез келген жат ағымға төтеп беретін менталитет тудыруға үлкен тиімді құрал. Міне осы салада қазіргі уақытта діни фанатизм де алдын алады. Және зайырлық принципінде толық өзінің бойына сіңірген, еліне, жеріне пайдасын тигізген мұсылман. Пайғамбар саллаллаху өте көп бір анықтамада мұсылманның кім екендігін айтпады. Мұсылман деген кім деген кезде, жаңа жақсы мұсылман деген хойрун нас янфаухум линнас деді. Адамның жақсысы адамдарға пайдалысы деді. Яғни сен имам болу, молда болу шарт емес. Қандай маман иесі болма, математика, физика, қазіргі точная наукада өкінішке орай мұсылмандардың саны өте аз. Басым көпшілігі қазіргі уақытта фардул кифая деген нәрсе бар. Көпшілікке қатысты парыз амалдар. Мысалы, бүкіл балаларымыздың баршасы ислам танушы, дін танушы, имам, молда болу, қари болу шарт емес та. Өйткені заман талабына қарайтын болсақ, өте көптеген мамандықтарда мұсылмандардың саны аз. Яғни бұл жердегі мәселе не? Еліне, жеріне, қоғамына пайдасы тиген мұсылман адам болды, ең жақсы адам. Өйткені сен мұсылмансың. Экономика саласын көтересің ба, медицина саласын көтересің ба, әйтеуір отаныңа, еліңе, жеріңе пайдаң тисе, альхамдулилля, сен өз міндетіңді, миссияңды толық орындадың деген сөз. Сондықтан жастарға қазіргі уақытта осы ұлттық құндылықтарды
дінмен бірге, діни принциптермен бірге тоғыстыра отырып білім беру үрдісі қазіргі уақытта өте керек нәрсе бізге, Қазақстанға. Өйткені болашақ жастарымыздың қолында. Руслан мырза. Қойымыз аяқтайық, генеалогқа кіріп кетпей тұрып. Жақсы, ендеше құрметті қонақтар, эфирімізге келіп осындай ой бөлісіп, мардымды жауаптар беріп, жалпы тың ақпараттармен бөліскендеріңізге көп рахмет. Істеріңізге сәттілік. Жалпы еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Ең әуелгі осы армандарымыздың бірі ғой. Жалпы істеріңізге сәттілік. Ал құрметті көрермен, келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.